Қара дақтарға қарсы қолайлы үй жағдайында жасалатын 3 масканың рецептісін сіздерге көрсетемін. Бірінші маскамыздың рецептісі әрине қара даққа қарсы ең бірінші бізге керегімі бұл алма. Алманы өстіп үккіштен өткізіп аламыз. Алма теріні жаңартады, ағартады, ұсақ әжімдерді жұмсартады. Сол себепті біз маскамызге біріншіден алма қосамыз. Бүйтіп шырынын шығарып, үккіштен өткізіп, содан кейін міне кішкене қараяды, бірақ түгетпейді. Келесі бұл бал. Бал теріні ылғандандырады, қабынуды басады. Сол себепті біз маскамызге балды қосамыз. Қосамыз да араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Мен не себепті үй жағдайында маскаларды жақсы көремін. Өйткені сен бәләнбай мыңға қымбат масканы сатып аласың, эффектісі бола ма, болмай ма білмейсің. Ал бұл жерде қолайлы өзіңнің ингредиенттерінен жасауға болады. Келесі бұл никотин қышқылы. Никотин қышқылы қан айналымын жақсартады, дақтарды кетіреді, теріні жарқыратады. Никотин қышқылының бір ампуласын қосамыз, жақсылап бәрін араластырамыз. Содан кейін бетімізге жағамыз. Масканы аптасына 1-2 рет жасауға болады. Никотин қышқылы белсенді зат. Сондықтан алдымен қолыңның кішкентай жеріне жағып, эффектісі қандай болады екенін сынап көріңіздер. Содан кейін ғана беттеріңізге жағыңыздар, е? Масканы бетте ұстағаннан кейін 15-20 минуттан кейін жуып аласыздар. Келесі масканың рецептісі бұл да қара дақтарға қарсы маска. Бізге керегі біріншіден қияр. Қияр теріні ағартады, тыныштандырады және де ылғандандырады. Сол себепті біз қияр қосамыз. Өстіпіне кесіп аламыз да, үккіштен дұрыстап отырып, үгіп, шырынын шығарып аламыз. Осындай міне содан кейін кашицаобразный бір смесь болады бізде. Негізі мен маскаларды өте жақсы көремін үй жағдайында жасаған. Содан кейін, кәне, қиярымыз не болып жатыр екен, әне өстіп не шырыны шыққан, не кереметтей осындай масса болады. Келесі бұл Е дәрумені. Е дәрумені теріні қайта қалпына келтіреді. Жасушаларды жаңартады. Сол себепті біз міне ампуласын тесіп қосамыз. Келесі бұл глицерин. Глицерин терінің су балансын сақтап, жұмсартады. Барлық ингредиенттерді қостық, жақсылап отырып араластырамыз, бетімізге жағамыз, аптасына 2-3 рет қолдануға болады. Содан кейін, бетке жағып алғаннан кейін 15-20 минуттан кейін жылы сумен жуып бетімізді тазалап аламыз. Содан осындай міне кереметтей маска. Беттеріңізге жаққаннан кейін маған рахмет айтасыздар. Эффектісі күшті, бетті жұмсақ қылады. Маған өзіме керемет, өте ұнайды. Келесі маска бұл бізге керек кәрістердің маскасы күріш. Күріш теріні ағартады, жаңартады және де тегістейді. Үстіпіне күрішті аламыз, сәл су қосамыз, плитамызға қосамыз, бұрқылдатып қайнатып аламыз. Күріш жұмсарғаннан кейін, қайнатып алғаннан кейін, сәл кішкене сүт қосамыз. Сүт кереметтей майда әжімдерді тегістейді, теріні жұмсартады. Содан кейін блендермен өстіп міне майдалап аламыз. Содан кейін қосамыз бал. Бал қабынуға қарсы әсер етеді, теріні көректендіреді. Содан кейін қосамыз омега-3. Омега-3 жасушалардың қалпына келуін жақсартады, теріге серпінділік береді. Сонымен маскамыз дайын. Араластырып аламыз. Масканы аптасына 1-2 рет жасауға болады. Құрғақ тері үшін масканы жуып алған соң жасау керек. Сол 3 рецептіні сізге көрсеттім. Егер ұнаса лайк басыңыздар, подписацияны басыңыздар. Келесі рецепттерді міндетті түрде сіздер үшін тағы да түсіремін.